Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Менде барлығы керемет, альхамдулилля. Кеше түнде алған Каэли парфюмін өзінің есіне апара жатырмын. Екінші қуанышты жаңалық, менің телефоным наконец келді. Настроить етіп алдым барлығын. Бәрін ашып алдым. Енді қарай жұмыс істеу керек енді. Үшінші очередь. Бүгін бізде Руслан өзінің үміткерімен кездеседі. Русланға подписка қойыңыздар. Көріңізде қобалжып жүр екен енді. Бүгін рилс салам деп отыр қызымен. Иә? Рилс қай қаласа. Күшті жерге барайын деп отыр. Достар, осы жігіт мен қасымда жүрді, телефоным берді. Мені сторис салып тұруға бір қолпаштап кетіңіздер енді. Мені қолдады ғой, не дегенмен. Мен наоборот болады деп ойладым ғой. Ау? Наоборот болады деп ойладым. Солай ма? Айышке киім таңдап жүр өзіне. Осы әйей ма? Осыны аламыз ба? Соны аламыз ба? Ұнап тұрма саған? Бірдеңен қатыратын адам ұқсап. Магазинде бізде, как обычно, заказы заберет дегендер өте көп. Мына аромат бұрыннан бар аромат жоқ, осы ароматты да іздейтін қыздар көп. Скандалдың түрлері өте көп, Валентинаның түрлері өте көп. Гуччидің мына түрі вообще күшті. Гуччи Флора, Байредың түрлері бар міне бізде. Джамалошки, Ирисиссиблдың түрлері, Монталь, Чемилка, тоже мне нравится Чемилка. Томас Космала, Амуаждың түрлері өте көп міне. Армани, Си, Бета Бланш, Буа Империал, Луи Вуттондар тұр жоғарыда. Шым оригинал ароматтарды құйып алам десеңіздер, келіңіздер заказдармен. Қаншама заказдар кетіп жатыр. Егер менің 18 жасар сіңлім болса, біріншіден жігітке уақытыңды құртпа, оның өмірінің смыслы қылып тұрмысқа шығып кетемін деп қайғырма, себебі өзіңнің адамың кейін саған міндетті түрде жолығады. Екіншіден, бір жақты емес, жан жақты бол. Өз-өзіңді ізде, дамы, неше түрлі хоббилармен айналысып көруден қорықпа, тіл үйрен, саяхатта, неше түрлі адамдармен араласып, өз-өзіңе қызықты личность бол. Үшінші, денсаулығыңа бейжай қарама, себебі қазір сен үшін түкке тұрғысыз нәрсе болып көрінгенмен, кейін ол дүние саған өте үлкен проблема алып келуі мүмкін, көп ақша шығуы мүмкін, поэтому денсаулық аса маңызды. И әрине өз уақытыңды дұрыс пайдалан, сенің жастық шағың сенің өсуіңе, дамуыңа берілген уақыт екенін ұмытпа.